өтеді. Бұл чемпионатқа 40-тан астам елдердің спортшылары қатысады. Спорттық жарыс туралы толық ақпаратты алаңымызға шақырылған қонақтар айтатын болады. Таныстырып өтейік. Қазақ күресі халықаралық федерациясы заңды тұлғалар бірлестігі бас хатшы кеңесшісі Ұлан Рысқұл, Куба құрамасының қазақ күресінің бас бапкері Оскар Рене, сондай-ақ Корея құрамасының қазақ күресінің бас бапкері Ли Вон Хи және Қазақстан барысы турнирінің 3 дүркін жеңімпазы Бейбіт Ыстыбаев. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Ұлан мырза, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Құрметті әріптестер, өздеріңіз білетіндей осы желтоқсан айының 15-16 күні Ақтөбе қаласында Қазақстан әлем біріншілігі өтеді. Оған 40-тан жоғары ел қатысайын деп жатыр. Өздеріміз атап өтетіндей осы уақытқа дейін әлем біріншілігі Астана қаласында 2017 жылы болған еді. Одан кейін осы Еуропа чемпионатын өткіздік, Азия чемпионатын өткіздік. 2019 жылы тағы да баспасөз конференциямызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сөз кезегі Бейбіт мырза, өзіңізде. Қайырлы күн, спорт жанашырлары. Бізде енді дос түйінетіндей, дұшпан күйінетіндей керемет жарыс болайын деп отыр. Балалардың бәрі біздің Қазақстан құрама командасы қазір дайын. Қостанай қаласында 2 апта жаттығу жиында болды. Сол, Құда қаласа біздің жігіттерге сәттілік тілейміз. Керемет өтсін жарыс. Рахмет сізге. Келесі сөз кезегі Куба құрамасының қазақ күресінен бас бапкері Оскар Рене. Please. Estoy muy contento que me hayan invitado a compartir con ustedes, con el pueblo kazaj. Радость этого мероприятия, которое будет проходить. Y me siento muy orgulloso de estar aquí y estar compartiendo en esta rueda de prensa. И, конечно же, я очень рад разделить вместе, что я нахожусь среди таких именитых спортсменов. Is that all? Sí, Thank you. Келесі сөз кезегі Корея құрамасының қазақ күресінің бас бапкері Ли Вон Хи мырзаға беріледі. Please. Your report. Ли Вон Хи, 지금 말을 시작하세요. 저는 유도인이고 또 유도가 내 인생의 전부인 것처럼 살았고 Я 굉장히 유도를 очень 좋아하고 있습니다. рад, что я здесь оказался на этой 얼마 конференции. 전에 이 크라시라는 И 그 недавно я 운동을 이제 접하고 나서 узнал 굉장히 о 역사가 спорте 깊다는 것을 казах-курес. 유도보다도 굉장히 깊은 역사가 있다는 것을 알게 Я 됐습니다. узнал 그래서 от своего 제가 друга 듣기로는 한 дзюдоиста. 3000년 전부터 이런 운동을 했다고 하는 걸 듣고 나서 Я 굉장히 слышала, что он 3 놀랬고 года назад 또 굉장히 начал. 이 역사와 또 이런 걸 통해서 И 굉장히 узнавал 영광이라고 생각을 합니다. 그리고 이런 узнал о истории 운동이 казах-куреса, 지금 и для меня это очень 한국에는 많이는 그렇게 퍼져 있지는 않지만 интерес. 많이 퍼져서 많은 운동 선수들이 했으면 좋겠다는 생각을 И 가지고 для меня 있고 또 우리 как у 대한민국은 меня 유도 интерес 강국으로서 появился, я 이 хотела бы, 크라시를 чтобы мои 받아들인다면 ученики 크라시도 앞으로 세계적으로 тоже, 굉장히 чтобы 좋은 мы, 성적을 낼 거라고 хотелось бы, 생각을 чтобы 합니다. развивать этот казах-курес. Рахмет сізге. Құрметті әріптестер, атап өту керек, бүгінгі шарамызға Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру істер комитет төрағасы Серік Сәпиев келуі керек болатын, бірақ өкінішке орай басқа тапсырмалардан байланысты келе алмады. Ендеше сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, мархабат. Бірінші сұрақ, бірінші қатарда. У меня вопрос к Оскару Рене. Вы несколько лет назад были чемпионом Алем Барса. На данный момент вы развиваете казах-курес в своей стране, в Кубе. Можете рассказать подробнее, как проходит этот процесс, сборная вашей команды, ее участники? Спасибо.
Bueno, estamos desarrollando el Casa Cures en Cuba, en varias provincias de Cuba. Мы сейчас запускаем этот вид спорта в разных провинциях Кубы, Como La Habana, Pinar del такие Río, как в городе Гаване, Pinar del Río, Camagüey, Кавагуэй, Santiago, Cuba, Сантьяго, Куба. y varias provincias más que están desarrollando, И другие провинции, которые intentando desarrollar тоже Casa Cures en Cuba. являются развивающимися. Y tenemos atletas que han participado, participaron en el otro campeonato mundial que se hizo en el И 2017. также я участвовала в другом чемпионате в 2017 году. Y han participado en atleta que participó también en el Alan Barisi de este año que se hizo en, И на этом мероприятии, на этом чемпионате участвовали также чемпионы и участники Казакуриса. y estamos tratando de desarrollar el Casa Cures en Cuba, o sea, de manera oficial, porque la práctica se está haciendo, lo que falta es la parte de documentación, de reglamentar, crear una federación en Cuba, que estamos en camino, que es un camino lento. И сейчас мы зациклены на том, чтобы развивать с точки зрения официально этот вид спорта, потому что, конечно, есть какие-то бюрократические проволочки. Очень тяжело именно работать с документацией. Pero yo espero que en el próximo año o quizás en el tiempo próximo se fundamentalice todo y se pueda crear una federación cubana de Casa Cures. И я думаю, что если все будет хорошо, то в следующем году мы обязательно проведем первый чемпионат по Казакурисе уже на официальном уровне. Спасибо Gracias. за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос, Жанар Сердалина. Работает. Здравствуйте, Жанар Сердалина, БС Казет. У меня вопрос к вам, господин Улан. А предстоящий чемпионат мира, в чем его значимость, в чем его особая роль? Потому что в Казахстане можно по пальцам пересчитать, когда проводились бы чемпионаты мира, причем когда проводит наша казахстанская федерация. Вот. А какие-то, может быть, организационные моменты, что-то вот такое. Расскажите, пожалуйста. қазақша тебірейін, енді бұл алдағы жаңа чемпионатта айттық қой, бұл енді бір үлкен деңгейде өтеді деп ойлаймын. Өйткені жақсы жұмыс жасалып жатыр, үлкен палуандар келіп жатыр, оның организациясының өзі бір мықты түрде өтеді. Әрі ондай чемпионат болған жоқ деп ойлаймын, енді бұйырса сондай чемпионат болады. Рахмет жауабыңызға. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Коллеги, есть ли еще вопросы? Азат Құруха. Сәлеметсіздер ма? Менің сұрағым Улан мырзаға. Қазір Қазақ күрес федерациясында неше мемлекет бар? Жалпы бұл алда өтетін жаңағы батыста өтетін чемпионаттан басқа тағы қандай чемпионаттар, турнирлар өтпек? Сол туралы айтып беріңізші. Енді бұл халықаралық федерацияда ұжымында 29 мемлекетте жаңағы федерация ашылған. Енді 29 мемлекеттің федерациясы осы қазір таңда жақсы жұмыс жасалып жатыр. Мысалы, Моңғолия елінде, одан кейін Армения, Грузия елдерінде үлкен, Қырғызстан бар. Дзюдо қазақшаның секциясы ашылып, үлкен жастар бар, жасөспірімдер бар. Солардан жұмыс жасалып жатыр. Енді алдағы уақытта осы 2020 жылы тағы да бір 10-15 федерация ашсақ деген ниетіміз бар, жоспарымыз бар. Алдағы уақытта осы бұл тек қана Европа, Азияда емес, осы басқа Америка, Африкада да бір ашсақ деген ниетіміз бар. Рахмет жауабыңызға. Тағы да бір сұрақ? Да, у меня вопрос к мистеру Ли Ван Хи. Вы являетесь олимпийским чемпионом и тренером сборной Кореи. Расскажите про вашу команду. Есть надежда выиграть золото либо серебро? И это для вас новый вид спорта? Казахкурес는 새로운 스포츠예요. 지금 한국에서 온 선수들은 일단 예전에 국가대표 선수를 한 Сейчас 유도 국가대표 спортсмены, 선수를 которые 한 вот 선수 한 приехали 명과 по 또 지금 сборной Кореи. 용인대학교에서 유도 학과의 그 학생들로 이루어진 팀입니다. 그래서 사실은 전문적으로 크라시나 이런 거를 접해보지 않았는데 유도가 워낙에 На самом 비슷하기 때문에 деле, изначально я не знала о Казахкурес,
이번에 배우는 마음으로 И в этот 시합에 раз 임하러 왔습니다. 그리고 изучаю, 그중에 приехал, чтобы изучать еще больше. 헤비급 선수는 예전에 그 국가대표 한국에서도 유도 국가대표 선수로 뛰었던 선수입니다. У нас юндо это у нас спортсмен, который в Корее имеет, ну, на него Спасибо за ответ. большие. Пожалуйста, следующий вопрос. Құрметті күресін жанкүйерлері, мен сұрағым Бейбіт мырзаға. Өзіңіз 3 дүркін Қазақстан барсыз. Кеше әлем барысын көрдіңіз. Қазақ күресінің даму деңгейінің өскендігі соншама, орыс елінен келген балуан біздің 2 дүркін Айбекті жеңіп әлем барысы атанып кетті. Ал әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының қанша медаль алатын мүмкіндігі бар деп ойлайсыз? Рахмет сұрағыңызға. Енді ол жарыс болғаннан кейін, білесіздер, спорт болғаннан кейін бәрі жеңімпаз болу міндетті емес. Енді Құдай қаласа сол 8 салмақтың бір 4-еуін алатын жер деген үміттеміз. Оны енді біздің бас бапкер Ерлан Естек, білесіздер, жаттығуда, тиімдікті бәрі жақсы. Енді Құдай қаласа біздің балуандарға сәттілік болсын, жанкүйер болайық. Рахмет. Келесі сұрақ. Құрметті әріптестер, көрсетілген тақырып бойынша тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы в рамках сегодняшней темы? Сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен бүгінгі баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.